Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Менің есімім Егеш Нұржігіт, Саду Шәкіров атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз экоэнергия, тұрмыстық қалдықтан жасыл отын алу. Жобаның мақсаты органикалық қалдықтардан биогаз алу және одан алынған газдың экологиялық және экономикалық тиімділігін зерттеу. Жобаның міндеттері: органикалық қалдықтарды жинау, биогаз жасайтын құрылғының макетін дайындау, жиналған қалдықты құрылғыға салып ашыту, жобаның нәтижесі мен тиімділігін талдау. Жобаның өзектілігіне келетін болсақ, жасыл экономика мемлекеттік бағдарламасына үлес қосу және қалдықтардан алынған биогазды қолдану тиімділігін ұсыну. Жасыл химия заттарын алу жолын зерттей отырып, пайдасы мен зиянын жан-жақты зерттеп, адамдарға насихаттау. Биогаз дегеніміз не? Биогаз қатты және сұйық күйдегі органикалық қалдықтарды метандық ашу кезінде түзілетін жанғыш газ. Биогаздың құрамында CH4 метан газы, CO2 көміршіл газы, NH3 аммиак, H2S күкірт газы болады. Биогазды біз ірі қара малдың тезегінен, көкөніс қалдықтарынан, галифотты өсімдік өсетін аймақтардан, батпақ газы түзілетін аймақтардан алуға болады. Биогаз алу үшін не қажет? Биогаз алуға арналған шикізат, органикалық қалдықтар. Биогаз алатын құрылғыны жасау үшін органикалық қалдықтарды жинап салатын үлкен ыдыс, газ жүретін түтік жасау керек. Көкөніс қалдықтарын үгіту, биогаз жылдам бөліну үшін. Температура жоғарылату, мезофильный, бізге жарамды 34-38 градус. Ылғалдылық су 90%. Үнемі араластырып отыру, 4-6 сағат аралығында араластыру. Қысымдық бақылау, бір аптада ашу процесі. Бұл суреттерде көріп тұрғандарыңыздай органикалық қалдықтарды жинап салатын үлкен ыдыс, газ жүретін түтік жасау процесі болып жатыр. Бүгінгі таңда біздің қаламыздың басты мәселелерінің бірі органикалық қалдықтар. Әр үйден күніне қаншама қалдықтар шығады. Олар қоқысқа тасталынып шіриді. Ал шірігенде ауаға метан газы бөлінеді. Метан газы көміршіл газынан 21 есе қауіпті парниктік газ. Яғни біз қоқыс тастау арқылы өзіміздің қаламыздың ауасын ластап отырамыз. Сонымен қатар энергия тапшылығы мәселесі де бар. Табиғи газ, көмір, мұнай, мұның барлығы таусылатын ресурстар. Ал халық саны болса өсіп келеді. Энергияға сұраныс та артып жатыр. Суретте көріп тұрғандарыңыздай биогазды алуға арналған қондырғымыз. Ал енді елестетіп көріңіз. Біз қоқысты тастамай, оны энергияға айналдырсақ ше. Бұл идеяның шешімі биогаз. Мен шағын тәжірибе жасадым. Ең біріншіден мен органикалық қалдықтарды жинадым. Екіншіден, ылғалда ұстап, жылы жерде ұстадым. Үшіншіден, 14-16 күннен соң газдың бөлінгенін байқадым. Биогаздың артықшылықтары: ең біріншіден, отынға кететін шығынды азайтады. Қалдықтан шыққан соңғы өнім тыңайтқыш, оны ауыл шаруашылығында қолдануға болады. Ауамыз тазалады, парниктік газдар азаяды. Әр үйдің өз шағын газ зауыты болуы мүмкін. Яғни әрбір органикалық қалдық болашақ энергия. Биогаз қондырғысын қолданудың экологиялық пайдасы: ашық сақталатын көмірмен түзілетін метанның атмосфераға бөлінуі азаяды. Көмір, ағаш отындарын жану өнімдері мен көміршіл газдың бөлінуі азаяды. Жағымсыз иісті азот қосылыстарымен ауаның ластануы азаяды. Көмір су ресурстарының ластануы азаяды. Ағаштар отын ретінде қолданудан сақталады. Химиялық тыңайтқыштарды қолдану азаяды. Қорытындылай келе, мен бұл жобаны не үшін жасадым? Өйткені мен сенемін, үлкен өзгерістер кішкентай қадамдардан басталады. Егер біз қоқысты тастамай, оны кәдеге жаратсақ, біз тек қаламызды ғана емес, болашағымызды да қорғаймыз. Сол үшін мен сіздерді ойлануға шақырамын. Келесі жолы көкөніс қалдығын қоқысқа тастар алдында, бұл қоқыс емес, бұл энергия деп ойлап көріңіз. Сәлеметсіздер ме? Көптен күткен сәт келді. Бүгін еңбегіңіздің жемісін көреміз. Қараңғыдан көзді жағып бөліп жанды себебі